Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз балықты ерекше әдіспен пеште пісіретін боламыз. Бұл өте дәмді әрі ерекше болып шығады. Видеоны соңына дейін тамашалап, бізбен бірге жасап көріңіздер. Ол үшін бізге кез келген балық пен көкөністер және дәмдеушілер керек. Алдымен балықты видеода көрсетілгендей тіліп, аздап тұздап аламыз. Үстіне қара бұрыш, сарымсақ, пияз, болгар бұрышы, дәмдеушілер және майонезіне қаймақ қосып жақсылап араластырамыз. Қалауынша картоп пен сәбізде қосуға болады. Достар, каналымызда балық пісірудің көптеген әдістері бар. Описание бөліміне салып қойдым. Енді противенге фольга төсеп, барлығын саламыз. Үстіне қызанақты домалақтап, турап қойып шығамыз. 200 градуста 30 минут пісіреміз. Міне достар, балық дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Ал қалған балықты осылай қуырып алдық. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.